Достар, сіздермен бірге мен Ақзере. Достар, бүгінгі видеода менде кедей балалар сериалы болады. Ал ендеше кедей балалар сериясын бастаймыз. Әпке, біз енді осында тұратын боламыз ба? Болды. Ойымдамаңдар, әйтеу бір жерді табамыз. Әпке, жаңбыр жауып кетті. Не болды? Жаңбыр, енді біз қайда тұрамыз? Той. Әпке, Айсұлу әпке, өтініш, бірдеңе ойлап табыңызшы. Болды, жыламаңдаршы. Дана, жыламашы, өтініш. Болды, жыламаңдар. О, қараңыз, жаңбыр басылды. Ой, я, шынымен де басылыпты ғой. Я, ура! Наконец-то. Енді біз қайда тұрамыз? Соны айтам. Мына жерге сыймаймыз. Жүріңдер, басқа жақты табайық. Әпке, мынау гараж ба? Иә, бұл гараж. Жүре қойыңдар. Кіріп көрейік, ішінде біреу бар ма екен? Мәссаған, мына жер күшті ғой. Иә, отыра қойыңдар, мынау екеуіңе орындық дәл шақ келіп тұр. Қазір мен төсек сала берем. Қазір күте тұрыңдаршы, балалар, мен мынаны что-то қоя алмай жатырмын. Қазір көмектесейік па? Жоға, балалар, көмектерің қажет емес. Өстіп қоя саламын ғой. Қиындығы да жоқ. Қазір мына біру. Әпке, есе мына гараж біреудікі болса ше. Ешкімдікі болмайды ғой. Қараңдар, осындайда бар екен. Әпке, біз енді нешеге толамыз? Сенің жасың 4-те, сенің жасың 5-те, я? Я? Енді менің жасым 10-да болса, мен енді 5 жылдан кейін 15-ке толамын, ал екеуің 1-2 жылдан кейін нешеге толасыңдар еді? Я, сендер 5 жылдан кейін сен 9-ға толасың, сен 10-ға толасың. Сонда біз үлкен боламыз ба не? Иә. Жақсы, мен сабаққа кеттім. Сабаққа? Сабақ деген не? Сабақ деген... Сосын өскенде түсінесіңдер. Сізде бірақ кітаптар жоқ қой? О жақта бар береді. Яғни... Біз секілді осындай кедей балаларға арналған мектеп ашылды ғой. Ол жерде барлық тамақтар мен заттардың барлығы тегін. Мәссаған, ондайше бізге тамақ алып келіңізші сол жерден. Ол жерден тамақ алуға болмайды. Той. Біз сізді шығарып салайық. Жақсы, тек осы жерде тып-тыныш ешқайда бармай отырыңдар. Жақсы. Отырамыз тыныш. Жүре қойыңдар. Тек менің артымнан ермеңдер, жарай ма? Ана жердегі апайлар сендерді кіргізбейді кішкентай деп. Білеміз. Қазір күте тұрыңдар. Мәссаған, гаражда барлығы бар ғой? Мәссаған. Жарайды, ондайше мен бір сумка алайын ба? Давай. Ішіне сыймайды ғой мына заттар. Давай на коробканың ішіне наны салам. Я? Потом. Жарайды, осыларды салам. Қалған біреулерден сұрай салам. Беретін шығар, енді олар да мейірімді ғой. Сау болыңыз, әпке. Сау болыңыз. Бисмилля. Ла. Мен ұста көрші.
Ля 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 ля, мен ұстай алмайсың, ля 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 ля. Ей, Дана! Не болды? Сен же чувствуесің ғой. Коля, ха, ей! Бәрімен мазақтай береді. Как всегда ғой, как всегда. Какой-то коробка келді. Дана, Дамир, есікті ашыңдар. О, әпкеміз келді. Әпке, қайда? Әпке, кіре беріңіз. Неге көңіл күйіңіз жоқ? Жай ештеңе болған жоқ. Сыныпта әлде сізді барлығы мазақтады ма? Жоқ, мазақтаған жоқ. Енді неге көңіл күйіңіз жоқ? Жоқ, менің көңіл күйім бар. Жақсы, мен енді сабағымды қарамайын болды, мен кеттім. Қарамаймын? Сабақ қарау керек қой? Жоқ, мен мектепте үзілісте қарап тастаған барлық сабақтарды. Жақсы, мен жұмысқа кеттім. Әпке, тағы да үйде болмайсыз ба? Жоқ, бола алмаймын. Мен сендерге тамақ алып келем. Жақсы, әпке, тек тез келіңізші, өтініш. Тез келемін ғой, не болды сендерге? Жақсы, мен кеттім. Әпкеміз немі біз үшін жұмыс істеп жүреді. Болдық. Иә, дұрыс айтасың. Болды, мен ұйықтаймын. Неге? Ұйықтамасаңшы. Қойшы, ұйықтаймын дедім ба? Ұйықтаймын. Тұршы, Дамир, тұршы. Туф, не болды? Қазір. Подожди меня. Орысша тілді қайдан үйреніп алғансың? Айтпаймын, ля-ля-ля-ля-ля. Өзінше қыз. Өзінше емеспін. Қара мені. Үйбәй, тұршай, өзім-ақ істей алам ондай. Істей алмайсың дедім ба, істей алмайсың. Дурак. Өзің дурак. Қыздарды дурак демейді. Бізде киім болса ғой, осы жерде киімдермен. Давай мен жүргізуші боламын. Құрметті көрермендер, бүгін бізде Дамир. Кетшей, Дана, кетшмесе ренжідім. Қызсың ба немене ренжитін? Ал Дамир мырза. Сәлеметсіз бе ағай? Сәлеметсің бе, не аласың? Сорпа аласың ба? Жоқ, мен сорпа алу үшін келген жоқпын. Енді не алу үшін келдің? Маған не бересіз ба? Қалай еді? Мен осында жұмыс істесем болады ма? Жұмыс істесем? Жақсы болды ғой. Как раз мен қазір бір жерге барып келуім керек еді. Менің мына товарларымның барлығын жақсы өткізсең, мен саған өзімнің ақшамның барлығын берем. Немесе жартысын бөліп берем. Жақсы, ағай. Жақсы, мен қазір келемін, сау бол. Жақсы. Так, не істеп шақырсам болады? Не істеймін? Таптым. Келіңіздер, алыңыздар. Мына ыстық сорпадан алыңыздар. Мына ыстық сорпаны ішсеңіздер, ешқандай вируспен ауырмайсыздар. Себебі менің не десем болады? Әже десе болады. Себебі менің әжем айтқан. Осындай ыстық нәрсені жесеңдер, дендеріңіз сау болады деп айтқан. Мен білмеймін енді, шынымен де денім сау бола ма? Ладно, маған бәрібір. Алыңыздар, ыстық сорпаныдағы фастфуд, Макдональдстегі, KFC-дің курицаларын алғанша, осындай керемет ыстық дәмді сорпадан алыңыздар. Алыңыздар. Даусым странный болып қалды ғой.
Үсті байғаласың досым жоған шығады екен. Мә, не дейді? Ыстық сорпа? Фастфуд. Жоқ, біз фастфуд жемейміз. Кеттік, балалар ан жақта. Прикиньте, не сатып жатыр. Как сказать буду? Ойбай, не деп кеттім? Вообще, орысша сөйлей алмасаң сөйлемей қойшы, а? Кетші, сен аузын жап. Болды, балалар, төбелеспейміз. Үйбай, сен кімсің бізге балалар дейтіндей, өзіңізбен жастысың ғой. Балалар, болды, қойсаңдаршы. Ладно, оған мән бермеңіз. Маған бір сорпа бересіз бе? Ас болсын, рахмет. Маған да бір сорпа. Мінекеңіз, ашты немесе тәтті. Маған осындай. Бір сорпа беріңізші. Рахмет. Маған да бір сорпа беріңізші. Мінеки, балақай, ала ғой. Ақшаңды әкел. Мінеки. Сен не тұтығасың ба не? Жоға қалжыңдаймын. Мама, ан жақта ыстық сорпа сатып жатыр, барып келейінші. Бара ғой, қызым, бара ғой. Бізге де ала салшы ыстық сорпа. Бірақ мына ақша жетпейді ғой. Қазір мен саған басқа берем. Мінеки ала ғой, осыны апар. Жақсы. Маған 3 сорпа бересіз бе? Андағы ақшаңа жете ме? Вау, андағы ақшаң көп қой. Әкел. Прям жетеді екен үшеуіне. Маған жүр, апарып берейін ба 3 сорпаны да? Қазір, тұр. Қалай істесем болады? Ақшаны осыны жинатып кетейін. Жүре ғой, апарып тастайын. Мінеки, сіңілім, ала ғой. Мінеки, мамочка. Ой, күте тұрмыз. Сорпа. Ас болсын, рахмет. Тағы кім келеді екен? Сәлеметсің бе? Ағай, қараңызшы, маған осындай ақша жиналды. Мәссаған, мен мынандай ақшаны деген көп уақыт жинаймын ғой. Сен деген бір 5 минутта ма 10 минутта ма жинап жібердің. Ол қалай? Мен айттым, фастфуд, Макдональдс, KFC, соларды жегенше осыларды жеңіздер дедім. Айтпақшы, сен кедей тұрасың ба не? Я, кедей тұрамыз. Жақсы, кедей тұрам де. Бірақ сен қайдан білесің? Макдональдс, KFC, фастфуд дегендерді. Біз бұрында бір жолдарда тұратынбыз. Яғни сол жерде болған кезде фастфуд жеңіздер дейтін. Сосын кейін Макдональдс жеңіздер дейтін. Сосын кейін KFC жеңіздер дейтін. Сөйтіп сондай сөздер, сондай тамақтардың зиян екенін көріп, осылай айттым. Мәссаған, мына ақшаның барлығын ала ғой. Жоқ, керек емес маған, мінеки ақшаңызды алыңыз. Ол сіз жасаған сорпалар өтті ғой, ал оны сен өткіздің. Саған ақша қатты керек секілді. Маған керек емес. Менің киетін киімім, жейтін тамағым бар емес пе? Мінеки ала ғой барлық ақшаны. Рас па? Әрине рас, мен ешқашан өтірік айтпаймын. Рахмет аға, сізге көп рахмет аға, көп рахмет аға сізге. Оқасы жоқ. Ал енді мен мынаны алайын. Ура, наконец-то. Ас болсын. Не алсам болады? Сәлеметсіз бе маған? Мана ақшаға номет жаңаға 2000 деді ма? Неше мың теңге? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе, балам? То есть, қызсың ба? Иә, қызбын ғой. Мынаған бізге не бересіз бе? 3 кофе ма? 3 кофе беріңізші. Қазір құйып берейін. Өзіңнің киіміңе қарасам, не болып кеткенсің? Түрің ұрыс қо. Мен сайқы мазақ болып ойнап жүргем ғой. Кәмпит алсаңшы.
және осыған салып беріңізші, мінекей. Міне бізге бір осындай үлкен торт керек емес, жарайды. Осылар печенье, осы заттар керек. Рахмет, апай. Қайда қойсам екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, қызым? Не аласың, ала ғой. 3. Жақсы, рахмет. Шпончик керек етін аланы. Сәлеметсіз бе? Шпончик беріңізші маған. Мына біреу ақшама еще. Жақсы, ала ғой ана жерден. Рахмет сізге де. Оқасы жоқ. Айтпақшы, мен сізге ақшасын беруге ұмытып кетіппін ғой. Кешіріңіз. Қазір күте тұрыңыз. Ала алмай жатырмын. Мінекей, өзіңіз де керекті ақшаны алыңыз. Жақсы, рахмет саған, балақай. Ас болсын. Рахмет, қазір ақшам қайда кетті? Сау болыңыз. Сау бола ғой, келіп тұр. Аха. Балалар, есікті ашыңдар. Дәмді тамақтың иісі шығып келе жатыр. Әпкен, тамақтардың барлығын қайдан алдыңыз? Мәссаған. Жұмыс істеп таптым. Жұмыс істеп? Сонда жұмыс істеп осындай тамақты табуға бола ма не? Әрине, еңбек етсең ерінбей, тояда қарның тіленбей деген мақал бар. Оны біз бүгін мектепте өттік. Мектепте? Күшті ғой.